Аяқ-қолдың ұюы қандай қауіптен хабар береді? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Сонымен, неге ұйыйды? Не істеу керек? Білектің, табанның және жіліншіктің шаншып ауырып, жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұйықтағанда, компьютерде ұзақ уақыт отырып, жұмыс істегенде немесе аяқты айқастырып отырғанда, аяқ қолыңыз ұйып, біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутқа созылса да, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Аяқ қолдың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналым мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жайсызданып ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ қол ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Көбінесе тышқанмен жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда, қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналымы дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлек те, аяқ қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда, аяқ қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ қол ұйыған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып, мазаңызды алады. Үшінші, дәрумен жеткіліксіздігі. Е, Б1, Б6, Б12 және Пи дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ қолдың ұюына себеп болады. Төртінші, спирттік ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысы баяулатып, қан айналымы нашарлайды. Соңынан аяқ қолы жансызданып, ұйып қалады. Инфекция жұқтырғанда, қауіпті инфекция жұқтырғанда да аяқ қол жансызданып ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, СПИД, иммун тапшылығы вирусы, желшешек, ұшық дертіне шалдыққандарға жиі кездеседі. Алтыншы, уланған жағдайда, тамақтан емес, химиялық заттардан немесе ауыр металдың әсерінен уланған жағдайда аяқ қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай, жансыздануға келеді. Жетінші, дәрі қабылдау. Дәріні шамадан артық қабылдау аяқ қолдың ұюына келеді. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Сегізінші, тұқым қуалауы мүмкін. Аяқ қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі-жиі жансызданып тұрады. Жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде, абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де, қан айналымы бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. 10-шы, шылым шегу. Шылым шегу буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден-бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесінде бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әлсіресе, аяқ қолдың ұюы сөзсіз. Енді бұндай жағдайда не істеу керек? Міне, қандай жағдайда да аяқ қолдың ұйып қалатынын білдіңіздер. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігердің қабылдауына жазылуға жетектейді. Қалай емделеміз? Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылуға тырысыңыз. Ендеше тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз. Саулығыңызды сақтасаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.